Бірінші өзім сөйлеп алайын. Тағы да сәлеметсіздер ме, әріптестер? Қош келдіңіздер. Мен өзім таныстыра кетейін. Алматы қаласы Жетісу ауданы нөмір 87-ші жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Күзембаева Нұрила Мейрамбекқызы, педагог зерттеуші. Бүгінгі мен сіздерге ұсынып отырған тақырыбым қазақ тілінде сөздік қорды дамыту, яғни оқыту орыс тілінде жүргізілетін мектептердің қазақ тілі пәні бойынша. Енді өздеріңізде көріп отырғандай, жаңа айтып кеттім. Бағдарлама тақырыбы қазақ тілінде сөздік қорды дамыту, оқу орыс тілінде жүргізілетін мектептердің бірінші сыныбына арналған. Ары қарай айта берейін. Дана халқымыз жеті түрлі білім біл, жеті жұрттың тілін біл деп тек айтпаған. Әсіресе қазіргідегідей нарық заманында бірнеше тіл білу артық етпейді. Тіл үйренуде сөздік қорды дамытпай, ешқандай жетістікке жете алмайтынымыз анық. Сөздік қорды дамытуға бағытталған жұмыстардың басты міндеті сөз мағынасын дұрыс түсініп, оны ауызекі сөйлеу тілінде, жазба тілде дұрыс қолдануға үйрету. Сөздік қордың бай болуы маңызды мәселе. Тіл үйренушілерге қазақ тілін игертуге оқулықтағы жаттығу жұмыстары мен тапсырмалар аздық ететінін ескерсек, жеке тұлғаға тілді тереңірек игертуге арналған курстың маңызы зор. Өзге тілді оқушылардың мемлекеттік тілді игеруіне ықпал ету, ауызша сөйлеу дағдыларын жетілдіру, қазақ тілінде еркін және дұрыс сөйлей білуін қамтамасыз ету, тіл мәдениетін қалыптастыру бағдарламаның өзектілігі болып табылады. Қазақ тіліндегі сөздік қор тілдік байлықтың негізі. Сөздік қорды дамыту оқушының тіл үйрену процесінде маңызды рөл атқарады. Асхат Әлімовтың сөзімен айтсақ, оқу мен оқытудың негізі өмір сүруге үйрету демекші. Бұл бағдарлама қазақ тілін игерушілердің талабына сай, заман сұранысына сай бейімделген. Өздеріңіз білетіндей, әріптестер, қазақ тілі бұрын бізде ұбт-да бар кезде біз грамматикаға көбірек назар аудардық. Қазір функционалдық сауаттылыққа көп мән беріліп жатқандықтан, оқушылардың айтылым дағдысына көбірек тоқталып жатырмыз. Бұл бағдарлама оқу өзге тілде оқытылатын оқушылардың қазақ тілінде ауызша сөйлеу дағдыларын жетілдіруге бағытталған. Оқушылардың тілдік қорын арттыру, сөйлеу мәдениетін қалыптастыру және қазақ тілінде еркін сөйлей білу дағдыларын дамыту мақсатында жасалған. Енді бағдарламаның мақсаты оқушылардың қазақ тілінде күнделікті өмірде қолданылатын сөздер мен сөз тіркестерін меңгерту, оларды өз ойларын дұрыс жеткізе білуге үйрету. Екінші, өзге тілді сыныптардағы оқушылардың қазақ тілінде сөздік қорын дамыту, тіл байлығын арттыру. Үшіншіден, оқушылардың айтылым дағдыларын жетілдіру, ойлау қабілетін дамыту, пәнге деген қызығушылықтарын арттыру. Яғни бүгінгі таңдағы функционалдық сауаттылық алған білімін кез келген жерде пайдалана алу, бұл біздің бағдарламаның негізгі мақсаты. Енді міндеттері: қазақ тілінде күнделікті өмірде жиі қолданылатын сөздер мен тіркестерді меңгерту, оқушылардың сөздік қорын байыту үшін арнайы тапсырмалар мен жаттығулар қолдану, оқушылардың сөздерді дұрыс қолдану қабілеттерін жетілдіру және оқушылардың қазақ тіліндегі сөйлеу дағдыларын жүйелі түрде дамыту. Ары қарай, құрметті әріптестер, мен өзімнің сөзімді ұлағат оқу әдістемелік орталығының директоры, әдіскер, мұғалімдер тренері Асхат Әлімовтың сөзімен жалғастырғым келіп отыр. Мұғалім үшін әрбір сабақ эксперимент алаңы болу керек дейді.
әр сабақта бір жаңалық енгізіп, оны жүзеге асыру керек дейді. Сонымен бірге, жаңа зеландиялық ғалым Джон Фетти өзінің бір зерттеуінде былай дейді: үйінде 200-ден аз кітап қоры бар үйдің балалары көптің бірі болады. Олар алысқа шаппайды, биікке самғай алмайды деп тұжырымдайды. Бұдан біз қандай қорытынды шығара аламыз? Кітап үйде тұрғанымен ол оқылмаса, оқып талқыланбаса, ол тек көрнекілік болып қана қалады. Сондай-ақ оқулықта берілген тапсырма ары қарай талқыланбаса, талданбаса, сұрақтар қойылып пікірталас туындамаса, сол күнгі сабағыңыз өз мақсатына жеткен жоқ. Яғни сол тақырыптағы ақпаратты оқушы ала алмады деген сөз. Сондықтан да мен өз бағдарламамда әр тақырып бойынша, әр тапсырма бойынша сөздермен көбірек жұмыс жасап, сол меңгерген сөзімен сөз тіркесін құрастырып, сөз тіркесінен сөйлемнен мәтін құрастыруға басымдық бердім. 5-ші сынып оқушылары бұл бағдарлама 5-ші сынып оқушыларына арналғандықтан ойын элементтері көбірек берілді. Неге ойын десеңіздер, Сократ былай деп айтады: адаммен 1 сағат ойнап, ол туралы толық біліп алуға болады дейді. Сабақ беріп, қонаққа барып, немесе қонаққа шақырып, ол адам туралы біле алмайтын шығармыз, бірақ ол адаммен ойын ойнай отырып, қандай адам, табиғаты қандай, өмірде не қалайды, соны білуге мүмкіндік бар екен. Сондай-ақ Эрик Зиммерман 21-ші ғасырды ойын ғасыры деп атаған екен. Осыны ескеріп, біз бағдарламада ойынға көбірек мән бердік. Оған сонымен қоса, кішкентай балалар, өздеріңіз білесіздер, осы шақта өмір сүреді. Олар болашақ туралы тіпті де ойламайды. Оларға тек қана ойын керек. Ойын арқылы көптеген мәселелерді шешіп отыра алады екенбіз. Сабақта белсенді әрекет болуы үшін ойын арқылы оқытудың басымырақ екенін ұқтым. Ойнай отырып оқыған балалардың басқа нәрсеге көңіл бөлуге уақыты да болмайды. Және сол жасаған жұмыстарынан эмоция алады. Педагог шебер Ләззат Бақытбекқызының сөзімен түсіндіретін болсам, оқушы мектепке келген кезде эмоция үшін келеді дейді. Сондықтан сабақ барысында біз жағымды сабақтан эмоциялық білімі ешқашан есінен кетпейді. Сол арқылы бағдарлама негізінде оқушылар қазақ тілінде күнделікті өмірде жиі қолданатын сөздер мен сөз тіркестерін меңгереді. Әр тақырып бойынша сөздерді дұрыс қолдану мен айтуға үйренеді. Тақырыптарға қатысты жаңа сөздермен танысады. Сөздік қорларын жинақтап, оларды жаттап және айтылым барысында қолданады. Сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасын түсініп, және күнделікті өмірде орфоэпия заңдылықтарына сай дұрыс қолдана алады. Оқушылар жазбаша және ауызша тілде еркін сөйлеу дағдыларын игеріп, қазақ тілінің негізгі құрылымын меңгеруге қадам жасайды. Оқушының тілді меңгеруі мен игерген сөздерін есте сақтап, дұрыс қолдана алу үшін мен бірнеше тапсырманы ұсынып отырмын. Яғни өз тақырыбымды зерттеу барысында нәтиже берген ойын түрлерінің бір қатарын айта кететін болсам, бұл көп нәтиже берген ойындардың бірегейлері. Бірінші сөз тізбегі. Мысалы, соңғы әріптен басталатын бір сөз жазып, оқушы тақтаға соңғы әріптен басталатын сөзді келесі оқушы жазып, оның соңғы әрпіндегі сөзбен басталатын сөзді келесі оқушы жазып, бұл да оқушылардың арасында бір өте қызықты, тартысты ойынның түрі болды. Суретпен жұмыс, енді суретке қарап әңгіме құрастыру, суретті қазақша сипаттау, бұл бізде үнемі қолданылатын тәсіл. Кім жылдам, яғни сөздердің аудармасын тез айту. Сөзді тап, сөзді жаңағы қазақша сөздерді, дұрыс сөздерді тез табу. Келесі менің тәжірибемде өте үлкен нәтиже берген 30 сөз стратегиясы. Әр бөлім бойынша оқушылар өздеріне қиын деп санаған 30 сөзді теріп жазады, мағынасын түсіндіреді. Яғни өздеріңіз білесіздер, әр бөлімнің соңында бізде нәтиже сабақ болады. Сол нәтиже сабақта осы 30 сөзбен біз 30 сөзді бекіту жұмыстарын жүргіземіз.
потом сен ауданда барып көрсетесің ғой өттік деген кезде ше кудами тексереді екен қанша мұғалімдер десе приличное количество кіру керек чтобы сені енді жақсы естіліп жатыр ма? Иә, естіліп жатыр. Яғни әр бөлімде өздеріңіз білесіздер, бізде қазақ тілі оқулығында 5-ші сыныпта 13 бөлім бар екен. Енді әр бөлімде 30 сөзді меңгерген бала 13 бөлім бойында 390 сөзді меңгереді екен. Бұл жаман көрсеткіш емес деп ойлаймын. Келесі тапсырма, бұл да менде өте үлкен нәтиже берді. Кім көп сөз біледі деген тапсырма. Бұл жерде тақырыпқа сай бір сөз беріледі. Сол сөздің құрамында бар әріптермен оқушылар бірнеше сөзді құрастыру керек. Әріптестер, қазір осы тапсырманы сіздермен бірге орындағым келіп отыр. Қолдарыңызға қалам, қағаздарыңызды алып, достарым деген сөзді жазсаңыздар. Және осы достарым деген сөзде қанша әріп бар, қандай әріптер бар, тек қана осы әріптерден сөздер құрастырсаңыздар. Қанша сөз шықты, оны сәлден кейін, біраз уақыттан кейін сөздерімізді айтып осы жерде талқыласақ. Келесі кім жылдам ойыны. Бір оқушы сөзді айтады, келесі оқушы сол сөзбен сөз тіркесін құрастырады, одан кейінгі оқушы сөз тіркесінен сөйлем құрастырады. Енді оқушылардың сөздік қорын дамытуда көрнекілік пен мультимедиа қолдану бұл ерекше орында. Қазақша мультфильмдер көру, қазақша әндер тыңдау, кітаптар оқу, бұл да біздің бағдарламамыздың қажетті ресурстарының бірі болып табылады. Ал әріптестер, жаңағы достарым деген сөзбен қанша сөз құрастыра алдыңыздар? Мен 6 сөз ғана құрастырдым. 6 сөз құрастырдыңыз. Жаңағына неге сайтқа шығардым. Тағы да кім қанша сөз құрастыра алды? Әріптестер, осы жерде бар сөздермен ғана құрастырамыз. Достарым деген сөздегі бар әріптермен ғана құрастырамыз. Мен 8 сөз құрастырдым. 8 сөз тағы да. Жақсы әріптестер, енді қараңыздар, мына достарым деген сөзден бар жоғы қанша әріп? Осы жердегі бар әріптен 33 сөз құрастыруға болады екен. Осыны орташыңыз. 33 сөз құрастыруға болады екен. Міне өздеріңіздің жазғандарыңызбен мынаны салыстырыңыздар. Осынша кім көп сөз біледі, кім қанша сөз құрастыра алады деген тапсырма бұл оқушылардың қызығушылығын арттырып, топтар болсын, жұптық жұмыста болсын, бір-бірімен жарыса орындайды. Ең соңында жаңағы сыныбыңызда Рома атты оқушы болса, міне осы сөзден Рома деген есімді де құрастыруға болады екен деп қойсаңыз болады. Келесі 10-шы слайд жаңағы. Енді осындай ойын тапсырмалардан бөлек келесі мәселе бізде ұстаздар, біз бүгінгі күннің ұстаздары жаңа заманның, жаңа дәуір баспалдағын аттап келе жатқан жас ұрпақтың ұстаздарымыз. Келесін ойыңыз. Сондықтан заман көшінен қалмай, жаңа бастаманың көшбасшысы болуға тиіспіз. Бүгінде әлемдің трендіне айналып жатқан жасанды интеллект құралдарын да сабақта дұрыс пайдалану, сол құралдар арқылы табысты білім беру мүмкіндігіне ие болуымыз керек.
Қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, жасанды интеллекттің түрі де көп, оның санына қуып жету де мүмкін емес. Дегенмен менің зерттеу сыныбым 5-ші сынып болғандықтан, жас ерекшелігіне қарап, ғаламторды пайдалану мүмкіндіктеріне қарап, біз біраз платформалар мен жасанды интеллект құралдарын пайдаланып көрдік. Оның ішінде өздеріңізде кеңінен пайдаланып жүрген боларсыздар. WordWall, Leonardo AI, Google Forms, Starcia, Ideogram, Perplexity құралдарын қолданып көрдім. Қазір сіздерге осы жерден өзіміздің балалармен бірге жасаған жұмыстарымыздың бірнешеуін көрсетейін. Сайт. Мынау жасанды интеллект идеограмм деп аталады. Егер қолданып жүргендеріңіз болса, қолданып жүрмін деп айта кетіңіздер. Бұл сайтқа жаңағы Google аккаунт арқылы тіркеле аласыздар. Бұл біздің оқушылардың сөздік қорына қалай көмектеседі? Бала өзінің қалаған суретін шығарып алу үшін оның сөздік қоры бай болу керек. Мәселен, біздің мына жерде жасаған жұмысымыз бар. Қазір көрсетейін сіздерге. Мысалы, тапсырма былай болды. Сыныпта мұғалім мен оқушылар отыр, артта тақта ілініп тұр. Оқушылар өте көңілді, мұғалімі де риза. Енді біз өзіміздің сыныпты суреттеу керек болатынбыз, бірақ балалар осы жерде барлығын жазып тапсырманы, бірақ мұғалімнің ер жынысты ма, әйел жынысты ма екенін жазбады. Сондықтан бұл жерде ер адамның бейнесін жасап берді бұл сайт. Бұл да жаңағы әйел, ер адам деген сөздердің өзін білуде, бұл біздің оқушылардың сөздік қорына әсерін беретіні көрініп тұр. Бұл сайт бізге бірнеше нұсқада ұсынады, 4 нұсқада ұсынады. Соның ішінен сіз өзіңіздің қалағаныңызды көшіріп алуыңызға болады. Ал мынау кеше орындаған тапсырмамыз, яғни мұғалім өзінің шәкірттерімен 5-ші сынып оқушыларымен тауға демалысқа шықты деп біз мына жерге жазған болатынбыз. Балалар таза ауамен демалысты өте көңілді өткізді деп. Бізге идеограмның шарп берген суреттері осындай. Міне. Егер бұл жерде сөзді дұрыс жазбасаңыз, немесе басқа да қателіктер жіберіп қойсаңыз, бұл сайт сізге суретті дұрыс жасап бере алмайды. Сондықтан оқушылардың қаншалықты сөздік қоры бар екенін, оны қалай қолдана алады, осы тапсырманы орындауда, осы сайтты қолдану кезінде бізге мәлім болады екен. Яғни сөздік қорды пайдалануда үлкен рөл атқаратын сайттардың бірі. Келесі, мынаны қояйық. Сразу шықты ма? Келесі Google форма әдісі. Мынау шықты ма осы? Келесі 5-ші сынып оқушыларының енді барлық платформаларды пайдалана алмайтынын ескеріп, Google форма платформасын пайдаланамыз. Бұл жерде сіз тест сұрақтарын өзіңіз құрастырып алып келесіз. Бұған да жаңағы өзіңіздің Google аккаунтыңыз арқылы тіркеліп, тапсырмаларды құрастырасыз. Бұның ең оңтайлы тұсы, қанша оқушы қатысқанын, мына жерде 40 оқушы жауап берді деп тұр. Қанша оқушының қатысқанын және сұраққа қалай жауап бергендерін барлығын автоматты түрде тез шығарып беріп отырады. Егер қанша оқушы дұрыс жауап берді, қанша оқушы қате жауап берді, мына жерде процент пайызбен де көрсетеді. Және Excel формада көшіріп, қайсысы қаншалықты дұрыс, қаншалықты қате жауап бергенін осы Excel арқылы да көріп, тексеріп алсаңыз болады. Бұл жаңағы үй тапсырмасын тексеруде, болмаса бір сергіту сәтін орындаған кезде
оқушылардың сөздік қорын дамытуға үлкен әсерін тигізетін платформалардың бірі. Оқушы атын жазады, мына жерде жауаптарының нұсқасы көрініп тұрады, тіпті бағаларына дейін көрсетіп береді. Келесі әдіс бізде көп қолданатын әдісінің бірі бұл тарсия әдісі. Тарсия, бұны да қолданып жүрген ұстаздар болуы мүмкін. Яғни ең оңтайлы оқушылардың қызыға орындайтын тапсырмаларының жұмыстарының бірі. Бұда өздеріңіз көріп тұрғандай, әртүрлі фигуралар берілген. Пирамида, куб, үлкен пирамида және төртбұрыш па, алты бұрыш. Яғни бұны қалай орындайсыз? Бұл жерде екі баған беріледі. Бірінші бағанға сіз сұрақтарыңызды жазасыз, екінші бағанға жауаптарын жазасыз. Бұны оқушылармен бірге құрастырсаңыз өте тамаша. Яғни оқушылар біріншіден сұрақ қойып үйренеді, екіншіден сұрақтарға жауап беріп үйренеді. Сұрақтарын бірге дайындап, оқушылармен бірге оны сақтап, PDF файлына экспорттап, содан кейін PDF файлына экспорттаған кезде сізге дайын қиып алатын қағаз ретінде шығарып береді. Осыны қиып алып, оқушыларыңызға ұсынсаңыз, сұрақ пен жауапты табу үшін олар осы берілген фигураны құрастыру керек. Енді мен сіздерге өзім оқушыларымның жұмыс жасау үстінде түсіріп алған видеомен таныстырайын, көрсетейін. Өздеріңіз көргендей, оқушылардың өте бір қызығып, топтық, жұптық жұмыста орындайтын тапсырмалардың бірі ретінде қолдануға болады. Келесі, менің тағы да бір жиі қолданатын жасанды интеллект құралдарының бірі, бұл Perplexity деп аталады. Бұл қазір көпке таныс ChatGPT-ге өте ұқсас, бірақ одан ерекшелігі бұл жерде барлық ақпараттың авторы кім екенін, қандай источниктен, яғни қай жерден алынды, соның қандай дерек көзінен алынды, соның барлығын сіздерге анықтап көрсетіп береді. Яғни бұл жерде авторлық құқық ешқандай бұзылмайды. Енді бұнымен қалай жұмыс жасаймыз? Бұл жасанды интеллект құралына кіру үшін өзіміздің Google аккаунтымен тіркелеміз. Сол кезде бізде осындай бет ашылады. Мына жерге өзіміз тақырып бойынша бізге не керек? Мүмкін бізге тақырып бойынша бір видеолар көру керек шығар, мүмкін бір тақырып туралы дерек іздеу керек шығар, бір сұраққа жауап алу керек шығар. Яғни сіздің сұраған барлық сұрағыңызға жауап береді. Бұл жерге өзіңіздің файлыңызды енгізсеңіз де болады. Сол бойынша сұрақтар қойсаңыз да болады. Мысалы, дене мүшелері туралы мультфильмді іздеп көрейін мен. Фильм керек. Қазір бізге қай жерден, қай дерек көзінен қандай мультфильмдер тауып беретінін көрейік. Міне бірден YouTube каналын шығарып берді. YouTube каналының 4 түрлі мультфильмі шығарып берді. Біріншісіне басып көрейік.
Міне балалардың өте бір қызығып орындайтын тапсырмаларының бірі осы. Мультфильмді көре отырып олар сөздерді қайталайды, жаттайды. Осы жердегі мультфильм кейіпкерлерімен бірге қимылдарын қайталайды. Бұны үй тапсырмасы ретінде берсеңіз де болады. Және сабақта да пайдалансаңыз, балалар өте қызығушылықпен орындайды. Интернет кішкене тартпай тұр. Содан кейін Асхат Әлімовтың сөзін осы жерде тағы да бір айтқым келіп отыр. Яғни 3 минут дейді. 3 минут. Мұғалім сабаққа кірген кездегі 3 минут өте маңызды дейді. Сол 3 минутта сіз балалардың назарын өзіңізге аудара алсаңыз, яғни балалар қызықтыра алсаңыз 3 минутта, сабақтың соңына дейін балалардың назары сізде болып, сізден көп жаңалықтар күтеді. Яғни барлық ынта ықыласы сізге ауады дейді. Сол 3 минутты өте пайдалану үшін мен мынандай бір ойын ұйымдастырдым. Бұл да балалардың қызығып орындайтын ойындарының бірі. Бұл жерде мақалдың жалғасын тап дейді. Яғни, егер бұл жерде мақалдың жалғасын тапсаңыз, дұрыс тапсаңыз, сіздің себетіңізге алма жиналады. Мысалы, отанды сүю, мына жерде 3 нұсқасы тұр, 3 нұсқаның біреуін таңдайсыз. Мысалы, отанды сүю отбасынан басталады. Жауабымыз дұрыс болған жоқ, сондықтан біз алмамыздан айырылып қалдық, оны құрт жеп қойды. Келесі сұрақ, келесі мақал. Ел-елдің бәрі жақсы. 3 нұсқаның біреуін таңдаймыз. Өз елің бәрінен жақсы. Дұрыс нұсқасын таңдап көрейік. Яғни сіздің себетіңізге алма жиналып жатыр деген сөз. Отансыз адам, ормансыз бұлбұл. Оқушылар бұл ойынға қатты қызығып, тез жауабын табуға тырысады, және келесі сабақта көптеген мақалдар жаттап келуге тырысады. Интернет кішкене тартпай тұр. Міне, әріптестер, жалпы мен өзімнің сабақта қандай әдістерді қолданылатыным, қандай тәсілдермен жұмыс жасап жатқаным туралы сіздерге айтып жатырмын. Енді күтілетін нәтиже бұдан. Оқушылар қазақ тілінде еркін сөйлеп, жазбаша және ауызша қарым-қатынас жасау дағдыларын жетілдіреді. Тіл үйренушілер өздерінің қазақ тілінде сөздік қорын кеңейтіп, жаңа сөздерді дұрыс қолдануға үйренеді. Олар жазбаша және ауызша тілде сөйлеу дағдыларын игеріп, қазақ тілінің негізгі құрылымын меңгеруге қадам жасайды. Қазақ тіліндегі сөздерді күнделікті өмірде қолданып, сол тілді түсіне алатын дәрежеге жетеді. Яғни қазақша сөйлеу дағдысы қалыптасады, оқушылардың сөздік қоры кеңейеді, қазақ тіліне деген қызығушылық артады. Біздің тікелей трансляцияда қарағандылық, шымкенттік әріптестер отыр екен. Көп рахмет сіздерге. Келесі, енді қорыта айтқанда, құрметті әріптестер, мемлекеттік тіл, мемлекет құрушы ұлттың тілі. Сондықтан мемлекеттік тілді құрметтеу Қазақстанды біріктіріп, жақындастырып, өзара түсіністік пен сүйіспеншілікке жетелейді. Педагог өз ісінің шебері, яғни өз пәнін терең білетін педагог әртүрлі әдіс тәсілдермен оқушының бойына білімді сіңдіру, бұл әр педагогтың шеберлігіне байланысты деп санаймын. Жоғарыда айтып кеткендей, әр сабақ тәжірибе алаңы болу керек. Әр сабаққа жаңалық енгізіп отыруымыз керек. Екінші бір міндетіміздің бірі, бұл өзіміздің кәсіби біліктілігімізді тұрақты түрде арттырып отыру керекпіз. Яғни мұғалім күнделікті үйрене беру керек. Осы конференцияға қатысып, уақыттарыңызды бөлгендеріңізге көп рахмет. Яғни өз пікірлеріңізді осы жерге жаза отырсаңыздар. Кері байланыс беріңіздер, құрметті ұстаздар. Біздің уақытымыз аяқталуға жақындалып қалды. Сұрақтарыңыз болса.
Уақытымыз өте аз қалды. Әріптестер, сұрақтарыңыз болса, чатқа жазып Апай, кетсеңіз. қазір кішкене тұра тұрыңызшы. Не жазайық? Көшірмей, комментарий. Жазыңыздар. Иә. Ұзартып алмайды ма? Сол уақытта